Сәлеметсіздер ма достар? Бүгін мен сіздермен жалпы мына өнерді қалай оңай, жеңіл үйрену керек, сол туралы кішкентай әңгімелеспекшімін. Бұл жерде менің неге айтқым келетіні, жалпы қазір енді өнерді үйренгісі келетін жастар өте көп. Ол өте әрине қуаныштымыз оған. Негізі ата бабамыз айтады ғой, өнерді үйрен де жирен деп. Ол деген тура мағынасында айтылмаған дүние. Ол өнердің қаншама түрі бар, қаншама сан саласы бар. Енді бір нәрсенің артынан тағы да өте көп түсіп кетпей деген сөз ғой. Бірақ мына жерде біз енді бала күнімізде әжелеріміз істеп жатқанда қасына барып, бірдеме істеп жатқанда айтатын бізге, істеп бергенің маған жақсы, үйренгенің өзіңе жақсы деп. Біз тек қана сол қағидамен осы өнерді үйрендік. Әжеміздің түс кигіз тігіп отырғанда қасында отыратынбыз, үнемі анамыздың қасында отырдық, машина тартып жатқанда, бір киім тігіп жатса да, не істеп жатты, біз өмірі қасында отырып үйрендік. Бізге қайткенде сен мынаны үйрен, былай деген жоқ. Ол деген біздің қанға сіңгендігі, жаңағы уызбен алған өнер. Ал енді бұл өнерде екі түр болады. Мысалы, адам тума талант деген болады, және де жүре келе адам өзі ізденіс арқылы үйренді дейді өнерді. Мысалы, мен өз басым кілем тоқу өнерін айтсам, кілем тоқығанда былай болды. Біздің оқушы кезімізде бізге мысалы әртүрлі үйірмелер болды. Мысалы, кілем тоқып барып үйренетін. Сон кілем фабрикасына біз бардық, көрдік, қолмен кілем тоқып жатқан, өте қызықтым. Жалпы мен өнерге де жақын болдым. Сон қатты қызықтым да, сол кезде қызығып кетіп қалдым. Одан кейін жылдар өтті, біз университетке түстік, оқыдық, тоқыдық, жұмыс істедік. Сөйтіп жүрген кезде тұрмысқа шықтым. Тұрмысқа шыққаннан кейін үйде отырдым. Үйде отырған кезде әйел адам қайткен күнде ол өзің өнерді жақсы көретін адам өнермен айналысасың. Осындай бізге тіге бастадық. Ол кезде әйтеу анамыздың тігетін біздің білеміз, кергішін білеміз, матаны қалай таңдайтынын білеміз, жіпті қалай алатынын білеміз. Сон барлық сенде алғашқы мағлұмат сенің бойыңда бар болғаннан кейін, ары қарай өнерді өзіміз отырып кәне үйреніп жалғастырып кеттік. Ал одан кейінгі менде бір қатты арман болды, жаңағы кілем. Сол көрген кілемді тоқығым келді. Содан кейін ол кезде қазіргі сияқты дамыған интернет жоқ, бір-бірімізден сұрап алады дейтін жоқ. Сол ізденіп жүріп газеттің недеріне бір жария шығады, жарнама шығады. Сол жарнамадан қарап жүріп кілемнің станогын алдым. Сол станокты алып, оны енді қалай құратын білмейсің ғой. Тағы да сол құратын, тоқитын адамдарды іздеп жүріп, фабрикасына барып жүріп, бір әйелмен кездесіп, кілем құрғызып алдым. Содан ары қарай енді өзім жағаласып отырып тоқып кеттім. Бірақ ол әйелдің де маған көп ықпалы тиді, біразын айтып берді, құруын үйретті. Сонымен мен кілемді солай тоқыдым. Ешқандай мен мектептен, бір керемет бір жерден мен обучение үйренетіндей мен білім алған жоқпын кілем туралы. Жақсы тоқып кеттім, бірақ кілемдердің сапасы өте жоғары шықты, көншітер болып шықты. Сонымен ол үйде отырып, босанып отырған декреттік мезгілдерім бітті, балаларым ержетті, ақыры жұмыспен, күйбең тірлікпен айналысып кеттік те, ол кілем қалып кетті. Мен бірнеше кілем тоқыдым, керемет. Одан кейін қайтып енді осы қайтадан мен өнерге бет бұрған кезде маған кілем тоқуға көп ұсыныстар түсті. Мен әрине тоқимын деймін, бірақ та ұмытып қалғам. 20 жыл болып кеткен, 30-дай жыл болып қалған. Содан мен қалай істедім деңіз, интернеттен іздедім. Кәдімгі интернетте әдемі онлайн сабақтар бар екен. Мен сол сабақтар арқылы күні түні мен соны қосып қойып, есіме түсірдім. Енді мен бұл жерде сіздерге не айтқым келіп отыр? Бұл жерде мен сіздерге айтқым келіп отырғаны, өнерді онлайн, офлайн үйрену екі түрі бар. Осының маған онлайн үйрену өте жеңіл болды. Неге десеңіздер, ол онлайнда да, офлайнда да адамның үйрететіні біреу ақ. Ал офлайн үйреткен кезде тек қана сен сол сағатқа бағынасың, сол адамның айтқанын ғана қарайсың. Ол екінші рет сен есіңе түсіру қиын. Сол моментте ғана сен үйреніп қалуың керек. Ал үйренбесең, сен оның қыры мен сыры өте көп, қаншама кедергілері бар, солардың барлығы сен еске сақтай алмайсың. Сондықтан менің айтайын дегенім, онлайн үйренген өте тиімді. Онлайн үйренгеннің тиімдісі, жаңа мен айтып отырмын ғой, мен сол кілемді қайтадан есіме түсіру үшін мен
күнде де түнде де чай ішіп отырғанда да мен бос уақытымда қасыма кілемнің сол несін қосып қоямын да қарап отырамын. Содан ары қарай мен өзім практикама асырдым. Сол сияқты онлайн курстер алып, соны қасыңа қойып чай ішкенде де қарап отырып, үнемі қарап отырып, істеп жатқанда да қарап отырып, қайтадан шегеріп қарап, қайтадан жүргізіп қарап отыратын мүмкіндіктер көп болғандықтан онлайн үйрену адамға өте жеңіл әрі тиімді деп санаймын. Сондықтан жалпы өнер үйреніңіздер, ізденіңіздер, онлайн үйреніңіздер, мүмкіндік болса офлайнда үйреніп көріңіздер. Бірақ қазіргі қол жетімдісі сол онлайн болғандықтан мен соған көбінде сіздерді онлайнда үйрену өте жеңілдік береді, адамға өте тиімді, уақытыңызға дұрыс пайдалана аласыз деп айтқым келеді.